Еркелеген Ерке Есмахан баласын көрсетті, көз тимесін. Нәзік Ерке Есмахан Инстаграм парақшасында отбасылық сүгірет салып, онда Райым мен ортақ бүлдіршінін салып қойыпты. Ерке мен Райым батырдың жанкүйерлері оларға жылы лебіздерін білдіруде, сондай-ақ кейбір жазылушылары адамның ойына сыймайтын сөздер жазыпты. Солардың ішінде баласы бұрынғы Еркенің жігіті Азамат Зенкаевқа ұқсап кетеді деп пікір қалдырыпты. Естеріңізде болса, Райым мен Ерке жұп болмай жүргенде сұлу Ерке Азамат Зенкаев, ол Эйзи лақабатымен танымал Найти Уанның бұрынғы көшбасшы рэпері. Осы баугеспе жігітпен жүрген, екеуі біраз елде бірге болған. Ал бұл ақпараттың маңызы жоқ. Себебі сылқым Ерке мен батыр Райым отбасылы, бақытты отбасы. Оларға тек жақсылық тілейміз. Сонымен қатар желідегілер Ерке Есмаханға келесі жылы 40 жасында тағы да бүлдіршінді болуына тілектес екенін жеткізіп жатыр. Себебі Ерке енді қыз туып алсам деген ойы бар. Оны өзі жария еткен. Ондай болса арнаға жазылып лайк бас. Жаңа жыл құтты болсын, с Рождеством. Ал сіз жаңа жылды тойлайсыз ба? Видеоның астына коммент жазыңыз. Окей.